Мейірімді жанның қашанда мерейі үстем. Тал бесік пен жер бесіктің арасында қаншалықты қайырымды, қаншалықты мейірбан бола алып жүрміз. Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер, эфирде өзекті бағдарламасы. жылы Нұр Отан партиясы еліміздің барлық аймақтарында мейірімді жүрекпен қоғамдық қозғалысын, қайырымдылық акциясын бастаған болатын. Әрбір қалада әлеуметке арналған тегін дүкендер ашылып жатыр. Алматы, Ақтөбе, Атырау, Талдықорған, Өскемен, Шымкент, Қостанай, Қарағанды, Көкшетау қалаларында ашылған мұндай орталықтар қазір қызу жұмыс істеп тұр. Нұр Отан партиясының орталық аппаратының тапсырмасының негізінде Ақмола өңірінде бізде барлық республикалық деңгейдегіндей мейірімді жүрек жалпы науқаны іске асырылып жатыр. Мейірімді жүрек науқаны міне бүгінде 4 ай іске асырылып жатыр. Сол біздің жалпы ахуалымыз бізде облысымызда және аудандарда мұқтаж азаматтар бар екенін көрсетеді. Сондықтан да соларға арнап біздер киім-кешектер болсын, балаларға арналған ойыншықтар болсын, үйге керек заттар бойынша біз орталық ашқан болатынбыз. Соларды қабылдайтын сол орталық қазір өзінің ісін атқарып жатыр. Бұл орталықтың өзі жақсы бағаланып жатыр халықтың арасында. Орталыққа халық әкелгенмен бірдей, сонымен қатар алатын да адамдар да келіп жатыр. Мейірімді жүрекпен деп аталатын қоғамдық қозғалыс елімізде өткен жылы бастау алған болатын. Өзіңізден артылған киіміңіз немесе бұйымыңыз бар болса, мұқтаж жандарға мейірімділік танытқыңыз келсе, осы орталықтарға әкеліп тапсыра аласыз. Ендеше Көкшетау қаласындағы осындай бір орталықтың жұмысымен танысайық. Первый раз я нечаянно узнала про акцию. Мен бұл жерге бірінші рет келіп тұрмын. Мейірімді жүрек акциясы туралы күтпеген жерден естіп қалдым. Менің бір қызым, 3 ұлым бар. Осы жерден ұлдарға бірнеше киім-кешек таңдап алдым. Мәз болатын болды. Жалпы қуаныштымын осындай акцияның ұйымдастырылып жатқанына. Әлемде қайырымды адамдар көп қой. Такие акции проводятся у нас, что мир не без добрых людей. Вот. Хорошие штанишки. У меня как раз 2 дочери и 2 сына. Мне тамаша шалбар. Менде 2 қыз, 2 ұл бар. Менің 9 жасар қызыма мына киім келу керек. Көп ескірмеген екен. Ұйымдастырылып жатқан бұл акция біз секілді отбасыларға үлкен көмек. Мен 4 баламды өзім жалғыз өсірудемін. Бір қызым жүрек ақауымен мүгедек. Мен жұмысқа шыққым-ақ келеді, бірақ балаларымды кім бағады? Осындай қайырымдылық акциясын ұйымдастырып жатқан жандарға алғысым шексіз. Спасибо, что вы открываете вот такие вот организации, вот такие вот акции проводят. Действительно спасибо, да. Я еще думаю, что много чего выберу. Бізде 4 айдың ішінде соңғы ақпарат бойынша 107 адам, облыс орталығы бойынша, Көкшетау қаласы бойынша 107 адам киім-кешектерін тапсырған болатын. Соның киім-кешектердің 68 адам алған қабылдаған болатын. Соның ішінде бізде мүмкіндігі шектеулі азаматтар да бар, соның ішінде көп балалы аналар бар, және де әл-ауқаты төмен азаматтар да бар ішінде. Бізде қала бойынша 2 жерде ашылған. Оның біріншісі біз Қызыл Ай қоғамдық бірлестікпен бірге отырып солардың негізінде ашқан болатынбыз бір орталықты. Және екінші орталық ол біздің сауда орталығы, яғни орталық алтын ғасыр атты адамдардың шоғырлануы көп жерде ашылған болатын. Бұл 2 орталықта қазір таңда өздерінің міндеттерін атқарып жатыр. Кісілердің келуі де жақсы, және ол қабылдайтын азаматтар да келеді. 4 ай бұрын бұл жұмысты бастарда бізде меморандумдар, келісім шарттар жүргізілген болатын. Бұл соның ішінде кәсіпкерлер палатасы, Қызыл Ай қоғамдық бірлестігі, Үміт қоғамдық бірлестігі, бұл балалар және жасөспірімдерге көмек жасайтын қоғамдық бірлестік. Және сонымен қатар бізде Жас Отан жастар қанаты атсалысса көмектесіп жатыр. Бұл негізгі көмегі бізде еріктілер тобы құрылған.
бұл еріктілер тобы киімдерді топтастыру, оны жинау, бөлу, жинақтау сол жағынан көмектесіп, осы аптасына 2 рет осы орталықтарға көмектерін жасайды. Аз қайырымдылық жасаудан ұялма, өйткені құралақан қайтару одан да төмен іс дейді Әл-Фараби. Азда болса қол ұшын созып жатқан жұрттың қарасы көп. Қарапайым халықтан бөлек бұл акцияға мемлекеттік мекемелерде белсене қатысып көмектесуде. Управление здравоохранения Акмолинской области не осталось. Ақмола облысының денсаулық сақтау басқармасы да тысқары қалған жоқ. Өзге мекемелермен бірге мейірімді жүрекпен акциясына атсалысудамыз. Қоғамдағы көмекке мұқтаж жандарға, аз қамтылған отбасыларына киімдермен, тұрмысқа қажетті заттармен, балалар қажеттілігімен бөліскенді жөн көрдік. Мен ойлаймын, әр адам мейірімділігімен барымен бөлісу керек. Қоғамға қолдан келгенше көмек көрсетуіміз керек. Быть полезным нашему обществу. Әлеуметтік жағдайы төмен. Кез келген көмекке мұқтаж жан орталыққа келіп, өзіне қажетті заттарды тегін алады. Орталықтың жұмысы ашық және көпшілікке қолжетімді түрде жүргізілуде. Акмолинским областным филиалом партии «Нуротан» на основании меморандума с филиалом общества «Красного полумесяца» открыт центр общественного движения «Мейірімділік жүрекпен». Ақмола облыстық Нұр-Отан партиясының филиалы Қызылай қоғамымен бірлесе жұмыс істеуге меморандумға отырып, мейірімді жүрекпен қоғамдық қозғалысын жүзеге асыру мақсатында осындай орталық ашты. Көріп тұрғаныңыздай, бұл орталық күнделікті жұмыс істеп тұр. Таңғы сағат 9-дан кешкі 18:00-ге дейін. Халық бұл акцияны қабылдап, қолдап кеткені қуантады. Жұрт бойындағы қайырымдылық пен мейірімділік өсіп келе жатқан жас ұрпаққа өнеге. Бұл атқарылып жатқан жұмыстар туралы халықты Жас отан жастар қанатының, сондай-ақ Қызылай қоғамының еріктілері ақпараттандыруда. Келген жұрт жағымды әсер қалдыруда. Эта работа ежедневно ведется активно. Бұл мақсаты мейірімділікке, міндеті қайырымдылыққа құралған іс. Ұйымдастырушылар мейірімді жүрекпен қоғамдық қозғалысының өміршеңдігіне сенеді. Осындай игі шара Қарағанды қаласында да жүзеге асып жатыр. С октября 2015 года на базе общества «Красного полумесяца» проводится благотворительная акция. 2015 жылдың қазан айынан бастап Қарағанды облыстық Қызылай қоғамының негізінде қайырымдылық акциясы бастау алған болатын. Нұр-Отан партиясының бастамасымен қолға алынған шара бүгінгі күнде жақсы қарқын алды. Қажетті деген заттардың барлығы әкелінуде. Азық түліктен бастап гигиеналық заттар, киім-кешектер, аяқ киімдер, тіптен балаларға ойыншықтар да өткізілуде. Біздің негізгі міндетіміз тапсырылған заттарды жинау, реттеу, содан кейін Нұр-Отан партиясының тізімімен таратамыз. Қиындық көріп отырған жанұяларға бұл біраз болсын көмек деп ойлаймын. Біздің комитет Қызылай қоғамы мұндай істе тәжірибесі бар. Сондықтан Нұр-Отан партиясының бізге артып отырған сенімін ақтауға тырысып бағудамыз. Мұнда әкелінген заттардың барлығы мұқтаж жандардың қолына табысталады. И, в общем-то, все, что здесь приходит, оказывается в тех руках, кому они нужны. Қарапайым жұрттан бөлек, кәсіпкерлер де, бизнес өкілдері де өз үлестерін қосуға тырысып бағуда. Я являюсь представителем бизнеса Карагандинской области. Мен Қарағанды облысындағы бояулар зауытының директорымын. Нұр-Отан партиясының қайырымдылық жасауға шақырған үндеуіне біз де қосылуды жөн санадық. Мұқтаж жандарға көмек көрсету әр қоғам өкілінің міндеті ғой. Әр түрлі заттарды сатып алуға арнайы ақша бөлдік. Осы орталықпен бірлесе отырып, мекен жайларды аралап, көмек көрсететін боламыз. Бүгін 7 баланы тәрбиелеп отырған анаға көмек берсек деп шештік. Балаларына етік алдық, сырт киім сатып алдық. Сапоги взяли, куртки. В общем, будем сегодня тоже вручать, помогать, посильную помощь оказывать. Мен өзі көп балалы анамын, 7 балам бар. Міне 1-2 күнде Нұр-Отаннан хабарласып, осылай көмек береміз деп, сол осыған келгенбіз. Рахмет. Үлкен балам 18-де, одан 17-де қалғандары школ оқиды. Біреу колледжде оқиды, жаңа келе маған 2 самына.
үлкенім Астанада жұмысқа тұрды, 2 ай болды. Жақсылық жаназыға. Нұр Отан партиясының қолдауымен еліміздің көптеген өңірлерінде жүзеге асып жатқан мейірімді жүрекпен қоғамдық қозғалысының жұмысы осылай жүріп жатыр. Бұл қайырымдылық шарасы ары қарайда жалғасын таба бермек. Бүгінгі айтарымыз осы. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.